Бүгін Ғали Орманов атындағы орта мектебінде мектеп президентін сайлау өтіп жатыр. Мектеп президенттігіне үміткерлер, оқу озаттары, мектептің қоғамдық жұмысына белсене ат салысатын оқушылар. Сәлеметсіздер ме? Мен Ғали Орманов атындағы орта мектебінің 9-шы А сынып оқушысы Алимова Шынар. Президенттік сайлаудың үміткерімін. Мен президент болсам, мектептің көркеюіне ат салысып, іс-шараларға белсене қатысып, мектептің деңгейін, білім сапасын көтеріп, мектеп оқушыларының өзекті мәселелеріне ат салсамын. Сәлеметсіздер ме? Мен Ғали Орманов атындағы орта мектебінің 9-шы А сынып оқушысы Семсерқызы Зере. Президенттік сайлауға үміткер. Менің мақсатым қоғамдық интеллектуалды, өнерге қабілеті бар балаларды аудандық, қалалық жарыстарға шығару. Президент болсам, осы айтылған шараларды қолға алғым келеді. Я, Романюк Константин, ученик 9 Б класса средней школы имени Ғали Орманова. Хотел бы сказать, что если бы я стал президентом школы, то я бы продвигал ее только в лучшую сторону. Помогал бы учителям, ученикам, подтягивал бы свой класс и призывал бы всех учеников вести себя прилично, уважать учителей и посещать библиотеки. Мен Ғали Орманов атындағы орта мектебінің 9-шы Б сынып оқушысы телеместер өстем. Мен өзімді президентке ұсынамын. Менің мақсатым коронавирустан қорғану шарттарын қатаң сақтанып жатқанын бақылау. Мектептің аудандық деңгейде көркеюі басты мақсатым. Және мектептегі іс-шаралардың жақсы әрі қызық өткеніне ат салсамын. Әрине де спорт секторын дамытуға тырысамын. Сәлеметсіздер ме? Мен Ғали Орманов мектебі 10-шы А сынып оқушысы Көшкін Жансая. Мен мектеп президенті сайлауына үміткермін. Менің мақсатым іс-шараларды ұйымдастыру және өнерге қызығатын балаларды алға сүйреу. Егер де мен президент болатын болсам, мектепті жақсы жағынан көрсетуге атсалысамын. Мен Тілеуғажы Жанбота, Ақсу ауданы Қапал ауылы Ғали Орманов атындағы орта мектебінің 10-шы А сынып оқушысы. Мен президенттікке үміткермін. Менің ән байқауларынан, білім және өнер жағынан алған жетістіктерім бар. Мен мектеп президенті болсам, мектепте аудандық және қалалық жарыстарға оқушылардың белсене қатысуына ат салсамын. Армысыздар, мен Тәңірберген Алина, Ақсу ауданы Қапал ауылы Ғали Орманов атындағы орта мектептің 10-шы А сынып оқушысы. Жасыл ұлан ұйымының президенттігіне үміткермін. Менің мақсатым мектептегі білім деңгейін көтеріп, шараларға белсене қатысып, спорттық жетістіктердің көп болуына өз үлесімді қосамын. Мен президент болсам, осы аталған шараларды жүзеге асырамын. Мен Дәлелхан Әйгерім, Алматы облысы Ақсу ауданы Қапал ауылы Ғали Орманов атындағы орта мектебінің 10-шы А сынып оқушысымын. Мен өзімді Жасыл ұлан ұйымының президенттігіне ұсынамын. Егер мен президент болсам, оқушылардың білімі мен тәртібіне қарайтын едім. Бауыржан Момышұлы айтқандай, тіпке бағынған құл болмайды. Және де сонымен қатар мен оқушылардың қызықты іс-шаралар өткізуге ат салысамын. Мен Айдынұр Азамат, Ақсу ауданы Қапал ауылы Ғали Орманов атындағы орта мектебінің 8-ші сынып оқушысы президенттік үміткерімін. Менің мақсатым тәрбие, білім және де спорт жағынан алдыға жетелеймін. Менің президенттік мақсатым мектептегі іс-шараларға белсенді қатысып, спорттық жетістіктерді көбейту. Мен Кеңесбек Ерсұлтан, Ақсу ауданы Қапал ауылы Ғали Орманов атындағы орта мектебінің 8-ші А сынып оқушысы президенттікке үміткермін. Менің мақсатым оқып өскен мектебімді жақсартуға күш салғым келеді. Мен президент болсам, қоғамдық іс-шараларға белсенді қатысып, осы аталған іс-шараларды жүзеге асырамын. Мен Серік Дәстүр, Ақсу ауданы Қапал ауылы Ғали Орманов атындағы орта мектебінің 9-шы А сынып оқушысы. Мен өзімді Жасыл ұлан ұйымының президенттігіне ұсынамын. Менің мақсаттарым оқушыларды білімге деген құштарлығын, қоғамдық шараларға және спорттық ойындарға белсене қатысуға шақырамын. Мен президент болсам, осы міндеттерді атқарамын. Президентке үміткерміз.